Бәріңе сәлем достар, сіздермен Сако KZ танысыр. Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге WhatsApp'та қазақша стикерлерді қайдан алуға болады, сол жайлы айтатын боламын. Яғни мысалға міне мен мысалы досыма Софияны жазам делік, смайликке басам, мына жерде стикерға басам, және де вот менде қазақша стикерлер тұр. Осының барлығын қайдан жазып алуға болады. Бүгінгі видеода мен сіздерге сол жайлы айтатын болам. Ол үшін мына жерде плюс батырмасын басамыз. Вот мұнда сіздің стикерлеріңіз, мұның арасында егер де сіздің қалаған қазақша стикер болмаса, өзіңіз жазып алуыңызға болады. Енді мен сіздерге соны қазір қалай жазу керек екенін үйрететін боламын. Ол өте оңай. Ол үшін телефоныңызбен Play Marketке кіресіз, яғни кәдімгі Play Marketке кіресіз. Кіргеннен кейін осында стикеры WhatsApp дегенді басамыз, просто осыны басамыз. Және де вот WhatsApp стикері деген бізде программа шығады. Осы жерден установить дегенді басамыз. Установить дегенді басамыз. Негізі мұнда стикерлер өте көп, бірақ та бұның қайсысы шын, қайсысы өтірік екенін білмеймін. Мысалы мұнда K стикерс деп тұр. Бұның енді ацифрларына былай қарауыңызға болады. Яғни қалай жұмыс жасайтынын ацифрларынан қарап біліп алуыңызға болады. Көбісі 5 жұлдыздан беріпті. Енді бұның өтірік шын екенін білмейміз. Вот қазақша қалай қоймасқа керемет ризамын дейді. Яғни бұл шынымен де рас болып тұр екен. Бұны да установить етіп көрейік. Қазір біздің немізге жасай ма көретін боламыз. Енді достар, мен бұл жайлы білмейді екенмін. Яғни мен жаңағы программа жайлы білемін. Сондықтан мен бұл жайлы білмеймін, осыны білемін. Яғни осыны жұмыс жасайтынын білемін. Енді қазір екеуін де жазып көретін боламыз. Енді достар, кеттік. Достар, мінекей біздің программамыз жазылды. Кәне кіріп көрейік. Стикері для WhatsApp версия 2.0 дейді. Енді ашайық. Вот міне достар, мұнда орысша әртүрлі ұлттың стикерлері бар. Мұнда мінекей қазақша стикерлер деп тұр, және де астында тағы да екінші қазақша стикерлер, үшінші қазақша стикерлер барлығы бар екен. Мысалы, плюсті басамыз. Плюс батырмасын басқаннан кейін вот добавить дегенді басамыз. Көрейік жазылам екен. Вот добавлено дейді. Жарайды, жақсы. Мұнда қыздарға арналған бар екен. Так, мұнда тағы бар екен. Бұларды осылай добавить етіп өзіңіз қолдануыңызға болады. Мысалы, мұнда добавить етіп алдым. Енді достар, келесі программа, енді бұны тексеріп көрейік достар, көрмес бұрын. Яғни бізде жұмыс жасайма екен. Мінекей біз достар WhatsAppқа кірдік. Смайликті басам, мінекей бізде қазақстандық стикерлер шығып тұр. Мінекей мысалы, нені қою, кездесіп шай ішпейміз бе деген сияқты стикерларды жіберуімізге болады. Мінекей мұнда тағы да бар. Ассаламалейкум дейді. Ойбай, басып кетті достар. Мұнда кәдімгі қазақстандық стикерлер, құттықтаулар деген сияқты әртүрлі нәрсеге бөлінген көріп тұрғандарыңыздай. Енді келесі программамызды көрейік. Ол біздің келесі программамыз қандай программа екен? Так, жаңа ойдан жазаламыз. Kaz Stickers. Kaz Stickers емес, Kaz Sticker деген программа екен. Қазір ашып көреміз. Мінекей бізде загрузка болып жатыр. Мінекей достар, ашылды. Мұнда өте көп демей қояйын. Енді 1, 2, 3, 4, 5, 6 тақырыптағы стикер бар екен. Барлығын өзіңізге кейбіреулер кәдімгі смайликтерден жасалған стикерлер. Мұнда горилла, маймылдар, чотам деген, яғни аттарына бөлінген, приколдар деген, яғни мұнда кім жүр? Шиман апа жүр, маскадағы адам жүр. Так, мұнда рахмет деген стикерлер бар екен. WhatsAppқа қосу деген, мұнда кірсеңіз де болады, мұнда плюсті бассаңыз да болады. Және де жұма дейді, жұмаға байланысты. О, керемет достар, жұмаға байланысты да стикерлер бар екен. Мұнда добавить басамыз. Және де жаңа жылға байланысты стикерлер де бар екен. Және де астында реклама шығып тұрады екен. Енді бұл рекламасынан назар аудармай қойыңыздар. Вот мыналарды осылай тығып тастаймыз. Және де кіреміз и тағы да кіріп қараймыз. Яғни смайлик. Вот достар, біздің жаңағы стикерлеріміз пайда болды. Мұнау жаңа жыл, мұнау жұмаға арналған нелер, яғни стикерлер, мұнау рахметке арналған, рахмет айту деген сияқты. Мұнау прикол, Тұрсынбек Қабатов жүр, Нұрлан Қоянбаев жүр, жатсайып баласаңа деп Нұржан Тілендиев жүр. Міне мұнда горилла мен маймылдар. Мұнда кәдімгі қазақтың смайликтері десек те болады, бауырсақ смайликтері.
Енді достар, мен сіздерге көрсеттім стикерді, қазақша стикерлерді қалай жүктеу керек екенін енді өздеріңіз де жүктей аласыздар деген ойдамын. Ендеше достар, каналға тіркеліп видеоға лайк басыңыздар. Айтпақшы, бұл программаны удалить жасасаңыздар, сіздің стикерлеріңіз кетіп қалады. Бұл программаларды жай ғана осы приложениелеріңіздің арасынан скрыть етіп қойыңыздар. Ол жайлы қалай скрыть ету керек жайлы бізде видео бар, соны көріп, скрыть етуді үйреніп, сенде осы программаны жазып алыңыздар. Сіздермен болған Сагок KZ арнасы, арнаға тіркеліп видеоға лайк басыңыздар. Қош, сау болыңыздар достар.